Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай керемет медовик тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Өте әдемі болып шығады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай үлкендеу ыдысымызға сары май, қант және де балымызды саламыз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді барлығын осындай темір ыдысқа ыстық су құйып, газға қоямыз, яғни водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Астында суымыз осылай қайнайды, үстіне ыдысымызды қойып отырып, бізде қантымыз еріп кеткенше осылайынан араластырып отырамыз. Бізде қантымыз толықтай ерігеннен кейін газдан алып, бір шай қасықтай сода салып, жақсылап араластырамыз. Бізде кішкене көпіршіп, басқаша түске енеді. Енді келесі бөлек ыдыста 2 дана жұмыртқамызды салып, оның үстінен шамалы тұз сеуіп, миксермен аппақ пена болғанша миксерлейміз. Енді алдыңғы массамызға осы жұмыртқамызды салып, миксермен араластырамыз. Міне массамыз осылайынан көпіршіп шығады. Енді ұнымызды 2 бөліп салып, лопаткамен араластырамыз. Енді қалған ұнымызды салып, бірінші осылай лопаткамен араластырып алған өте ыңғайлы. Одан кейін барып, қолымызбен осылайынан қамырымызды илейміз. Бізде өте жұмсақ қамыр болып шығады. Енді салафанға салып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізде жайған кезде өте ыңғайлы болу үшін кішкене салқын болғаны жақсы. Ол уақытта біз крем жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға сливкиімізді құямыз. Бізде 33% болуы керек. Ең алдымен сливкиімізді миксермен 1-2 минуттай араластырып аламыз. Енді қант ұнтағымызды салып, миксермен араластырамыз. Енді творожный сырымызды салып, миксермен жақсылап, тағы да 2-3 минуттай араластырамыз. Бізде жайлап осындай қою масса болып шығады. Міне бізде қою болып шықты. Енді қалауыңыз бойынша ванильный сахар және де загуститель сливокты қоссаңыздар болады. Бізде креміміз өз формасын жақсы сақтау үшін қосылады. Міне барлығын жақсылап араластырып алдық. Осындай өте қою болып шығады. Міне креміміз осымен дайын. Енді тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің қамырымыз тоңазытқышта 2 сағаттай тұрды. Енді осылайынан 4 бөлікке бөліп аламыз. Домалақ формаға келтіреміз. Өте ыңғайлы жұмыс жасағанға салқын болып тұр. Енді бір дегеннен осындай пергамент қағазына қамырымызды жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, ақырын домалақ етіп жайып аламыз. Мендегі диаметрі 24 диаметр болды. Яғни осындай кез келген тарелкамен немесе осындай крышкамен домалақ етіп кесіп аламыз. Ортасын стаканмен немесе осындай домалақ формамен ойып аламыз. Енді біздің тестамыз көтеріліп кетпес үшін видеодағыдай вилкамен тесіп шығамыз.
Міне барлық жағын осылайынан шанышқымен тескілеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің бірінші коржымыз дайын болды. Енді қалған бөліктерінде дәл солайынан пісіріп аламыз. Менде осындай аздап қалдық қамырлар қалды. Оны жаңа жыл келе жатқаннан кейін осылайынан санмен 2023 жасадым. Енді осы тортқа қолдану міндетті емес, басқа тортқа қолдансаңыздар да болады. Міне қыздар, барлық корждарымыз толықтай пісіп шықты, өте жұмсақ болып шықты. Енді тортымызды құрастырамыз. Бізге осындай домалақ насадка керек, болмаса міндетті емес. Кремімізді осындай кондитерлік қапшыққа барлығын салып аламыз. Енді бірінші коржымызды қоямыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай шариктер шығарамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, қорықпай жасай беріңіздер. Міне видеодағыдай ортасына және де ең шетіне дәл осылайынан шариктер жасап шығамыз. Ортасына қасықпен осылай кремді ақырын жағамыз. Бізде ең бастысы шариктеріміз өз формасын кетірмесе болды. Енді келесі коржымызды саламыз. Сол кезде астындағы шариктеріміз өте әдемі болып көрініп тұрады. Шарикті шығарған кезде де өз қатар-қатармен шығарған әдемі көрінеді. Міне барлық 4 корждарымызды да жасап алдық. Енді ең соңынан бетіне барлығына осылайынан шарик шығарамыз. Яғни бізде беті осындай болып қалады. Міне біздің тортымыз биік әдемі болып шықты. Енді бетін қалауыңыз бойынша осындай фруктымен әсемдейміз. Менде кішкентай мандариннен осылайынан 2 бөліп бетіне қойдым. Және де кәдімгі үлкен мандаринді ашып, оны да осылайынан сәндеп қойдым. Енді келесі малинадан қоямыз. Сіздерде болмаса міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Менде енді кәдімгі морозильникке сақтап қойған малиналарым бар етін, солармен осылайынан сәндеп шықтым. Енді осындай мята жапырақтарымен әсемдеп шығамыз. Сол кезде бізде тортымыз өте әдемі, ягодный болып шығады. Енді қарасаңыздар өте нәзік, ерекше болып шықты. Кәдімгі мандариннің жапырағымен әсемдесеңіздер де болады. Міне қыздар, осымен біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.